Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар. Барлықтарыңызды көргеніме өте қатты қуаныштымын, құрметті ұстаздар. Бүгін 2-ші А сыныбының 7 лақ атты спектакліне қош келдіңіздер. Бүгін менің кішкентай ғана шәкірттерім өз өнерлерін паш етеді. Қошеметтеп, қолдап, керек жерде шапалақ ұрып, қолдап отыруларыңызды сұраймыз. Олай болса, біз бастаймыз. Бүгін кім білет, қандай мереке айтса көнекей лақтары. Анашым, жақында жаңа жыл болады ғой. Сол себепті мерекеге дайындық жасаймыз. Аязында келіп бірге сыйлыққа келеді. Алқай! Жаңа жылға арналған тақпақ айтып берейінші, анашым. Жарайды. Апақ жапақтап, қар жауады түн бастан, қалың орман қар жамылған, маужырайды түнгі аспан. Жарайды. Кел келек, үйренейік, біз келгенше жаңа жыл. Құтты болсын, құтты болсын, құтты болсын жаңа жыл. Язатақ шақардан бір суды қаламыз, алақай. Анашым, жаңа жылға арналған тақпақ айтып берейінші. Жарайды. Жасыл желек жамылған, асыл моншақ тағылған, мына сұлу шыршамыз көптен бері сағынған. Кішкентай ашылар, сен ен демейсің. Өйткені бүгін менің туған күнім. Ал олай болса, бәріміз мерекелі күнімізді айтайық. Анашым, маған бәрден тәтті бал
келші. Анашы маған да базардан тәтті мәмбәши ала келші. Анашы маған да тәтті тоқаш ала келші. Ал маған анасын базардан әдемі қуыршақ алып келші. Анашы маған жүретісі қарындашты алып кетпеші. Анашы маған тәтті бауыржақ ала келші. Кішкентайлар ашырған сені ендемей саған керек. Анашы маған ештеңені керек. Сағат барып келіңіз болды. Сол себепті ешкімге ашық болмаңдар. Ұқтыңдар ма? Я, ұқтық, анашы. Есікті ешкімге ашпаймыз. Ал олай болса мен кеттім есікті Бұл кім? Бұл мен, сендердің аналарыңмын. Жоқ, сен өтірік айтасың, біздің анамыз базарға кеткен. Я, сен таусың жуан, біздің анамыз базарға кеткен. Ал сенің даусың жуан, түкте ұқсамайды. Қасқыр, сен қасқырсың, қайтпа. Я, мен таңдырым, сен қасқырсың. Тезірек ашыңдар, мен жердерді алдап тұрған жоқпын. Қасқыр, біз сенен қорқпаймыз. Кел, бұл жерде! Не істеуге болады? Ойлан, бәсеке, ойлан. О, таптым! Маған бір керемет ой келіпті. Дәрігерге барып, даусымды жіңішке қып алайын. Мен дәрігер боламын, бәрінен деп жазамын. Адамдарды құрметтеп, бәріне ие боламын. Аңдаға тіс саламын, көзіне негін тарамын. Сондықтан да біз бүгін үлкен дәрігер боламын. Бұл мен қасқармын. Келіңіз, кіріңіз. Сәлеметсіздерме, рұқсат па екен? Рұқсат, қандай шаруамен келдіңіз? Қай жеріңіз ауырды, айтыңыз. Тамағым ауырып, бұрылдап, даусым шықпай тұрғаны, ем-домдарыңызды жасап берсеңіздер өте жақсы болатын еді. Жақсы, еш уайымдамаңыз. Қазір құлантазға айрап кетесіз. Ой, кешіріңіздер. Сіздердің жасаған жақсылықтарыңызды еш уақытта ұмытпаймын. Жарайды. Жақсы сау болыңыз. Сау болыңыз. Ауырып қалсаңыз міндетті түрде. Басқа аңдарды тексеріп шығайық. Жақсы
аман түсіп болайық, бір шадырақ қалайық. Нар қызымыз шашпаңдар, жерде жатса батпаңдар, теріп балық қасерлеп, тұрғайларға тастаңдар. Ал қалай келіңіздер, менен тәтіп өш алыңыздар, ал міне тәтті балымызда қалыңыздар.
Ұрлап алып кетті. Енді қайдан іздейміз, қайдан табамыз? Анашым, мүмкін орманға барып, аңшылардан көмек сұрайық. Өте дұрыс айтасың менің ең ақылды, ең жүрек ақылсыз. Солай көмектесер, онда тездетіп жетейік орманға. Дауыстарым қатты шықты ғой. Үйлектерін бәрін өткізіп аға. Тыныш бұл емес, мақсат келмеген лақтарын ұрлап әкетті. Анашым базарға кеткенде қасқыр менің балалармен әкелімімді ұрлап алып кетті. Бағанағы қасқырдың жүрісі жаман еді. Тоғалдан жүргенін байқап қалмеді. Еш уайымдамаңыздар, қасқырға қақпан құрып ұстап аламыз. Бақтарыңызды аман есен құтқарамыз. Тез ғана басыңдар аяқтарыңды, аңшылар келіп қалар, тездетіңдер. Өндіре алмаймыз, әбден шаршадық. Сәл кідіріп демалып алуға болмайды ма екен? Біздің анамыз базардан келіп іздеп жүрген шығар. Асқараға бізді қосатын осы. Анашым бізді таппай жүрген шығар. Қасқыр ағай, сіз бізді босатсаңыз, анашым сізге көп сыйлық алып келеді. Қасқыр ағай, бізді босатыңызшы. Доғарыңдар айқайды, қара бұлардың дәмесін. Мені алдап, шашып, кетпексіңдер ғой. Әппәлеп ұстадың ба? Бір жолға кешірейміз бе, кешірмейміз бе? Кешірмейміз бе? Қашып кетпей тұрғанда ұстаңдар. Атқанда әкеліңдер, мықтап тұрып байлайық. Bir жолға кешіріңізші мені. Менен ағаттық кетіпті, қатемді мойындаймын. Ендігері лақтарды да, ешкімді де ренжітпеймін, сөз беремін. Мейірімді болуға өшеміз бе? Кімдайларға қамқор болып үзем десе босатайық. Сөз беремін. Сендерге кішілерге қамқор боламын. Кешірдім.
ата-аналар, құрметті ұстаздар, біздің көрермен болып келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Менің кішкентай ғана әртістерімді таныстырып өтейін. Лақтың анасы Жұмағали Таңнұр, бірінші лақ Шайхыстан Омар, екінші лақ Бауыржан Тамерлан, үшінші лақ Құсайынов Хамза, төртінші лақ Семиғазы Елназ, бесінші лақ Қашкен Дінислам, алтыншы лақ Темірәлі Махмуд, жетінші лақ Мұхтар Альмира. Қасқырдың рөлін керемет сомдаған менің оқушылардың барлығы керемет әртіс деген ойдамын. Қасқырдың рөлін сомдаған Өскенбай Арман. Бірінші аңшы, біздің аңшымыз Оңалбай Айсұлтан. Екінші аңшы Аппаз Мұхаммед. Үшінші аңшы Серік Қажы Алидар. Төртінші аңшы Саймаса Ерхан. Бес дәрігердің рөлін сомдаған, керемет дәрігердің рөлін сомдаған Кенжетаева Аиша алдарыңызда. Екінші дәрігер, екі рөлді де қорықпай сомдаған Семиғазы Елназ. Бірінші сатушының рөлін сомдаған бізде Бақберген Айзере. Екінші сатушы Мұрат қызы Айла. Ата-аналар, құрметті көрермендер және екінші А сыныбының оқушылары, осыдан біраз уақыт бұрын бұл оқушылар осы қойылымды қойып бастаған болатын. Ал осы қойылымның соңының өз күшімен дайындап шыққан екінші А сыныбының өзі жас болса да тәжірибесін бізге үйретіп жатқан Іңкәр Оразбайқызына мектеп ұжымының атынан, бастауыш сынып ұжымдарының атынан зор алғысымызды айтамыз. Ал кішкентай тәтті балапандарға үлестіретін тәттіміз бар, қабыл алыңыздар. Құтты болсын, Қарапай. Құрметті оқушылар, ата-аналар, екінші А сыныбының оқушылары, сіздерді бүгінгі сахнада қойған... Мені естіп тұрсыздар ма? Мені естіп тұрсыздар ма? Кім естіп тұр? Екі рет жапылақташ. Екінші А сынып оқушылары, сіздерді бүгінгі сахнадағы қойылымдарыңызбен құттықтаймын. Сахна ұнады ма? Ойын ұнады ма? Сөздеріңізді тамаша жаттағасыздар. Қандай актерлік шеберлікпен алдымызға қойылымдарыңызды қойып, эмоцияларыңызды көрсетіп, тіпті мына арттағы өздеріңіздің суреттерді алмастырып, отырып, шығарып көрсеткендеріңіздің барлықтары сіздер бірінші емес, екінші сыныптың үлкен оқушылары болғандарыңызды бүгін ата-аналарыңызға, мұғалімдеріңізге және осы мектепте оқитын басқа да балаларға көрсеттіңіздер. Сондықтан біздің атымыздан сіздерге үлкен алғыс. Оқушылар, рахмет. Іңкәр Оразбайқызы, бүгін өзіңіздің жұмысқа біздің мектепте шыққанына Іңкәр Оразбайқызына 3 ай уақыт болды. Осы 3 ай уақыттың ортасында балалармен сабақ барысында жұмыс істеп, осы балаларға тек қана сабаққа қатар білім ғана беру емес, және өнер ғой, мысалға осы алдарыңызға қойып отырған өнер балаларға сахнаға шығу өте қиын. Тіпті ата-аналардың кейбіріне микрофонды беріп бір-екі ауыз сөз айтыңызшы десе де қобалжып, дауыстары дірілдеп, оны өздері контрольда ұстай алмай, біраз қиналады. Бірақ өздеріңіздің балаларыңыздан бүгін балаларға сахнада болу ұнайтынын көрдіңіздер. Осы тамаша қойған қойылымыңыз тек қана бастамасы болып, одан әрі бізді көптеген көрсетілімдерге шақыра беріңіздер, біз қуана келе береміз. Осы сәтте айтып кететінім, ата-аналарға сіздерге үлкен рахмет, өйткені мен түсінемін, әр қойылымның артында үлкен дайындық бар. Ол яғни жай ғана дайындық емес, сөз жаттау. Костюмдері бар, мысалы, жаңағы сахнаның декорациясы бар, бутафориясы бар. Және мектепте мұғалім жаттаса, үйде сіздер бірге жұмыс істейсіздер, сондықтан сіздердің де бүгінгі еңбектеріңіз, сахнадағы балаларыңызды көру. Осы тарапта құрметті көрермен оқушылар, басында сіздермен келісіп едік қой, қандай көрермен жақсы? Сахнада актерлар сөйлегенде тыңдайтын, сіздер тыңдадыңыздар, қол шапалақтадыңыздар. Сондықтан қазіргі қол шапалақ өздеріңіздің тамаша көрермен болғандарыңызға қане?
Актерларымызға тағы бір рет. Тамаша, рахмет. Рахмет.